Садақа Алланың ашуын басады. Садақа беру жай ғана сауапты амал емес, оның тағы бір ерекшелігі Алланың ашуын басатын амал. Абу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен риуаят бойынша Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: садақа Раббының ашуын басады және жаман өлімді қайтарады. Хазіреті Әнәс, Алла оған разы болсын, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан жеткізеді: Алла жерді жаратқан соң жер сілкіне бастады. Осыдан кейін таулармен оны берік етті. Сосын жер қимылдамады. Періштелер таулардың қуаттылығына таңырқап: «Уа Раббымыз, таулардан да күшті бір зат жараттың ба?» деді. Алла: «Я, темірді жараттым» деді. Періштелер: «Темірден де күшті бір нәрсе жараттың ба?» деді. Алла Тағала: «Я, отты жараттым» деді. Періштелер: «Оттан да күшті бір нәрсе жараттың ба?» деп сұрады. Алла Тағала: «Я, суды жараттым» деді. Періштелер: «Судан да күшті нәрсе жараттың ба?» деп тағы сұрады. Алла Тағала: «Я, желді жараттым» деді. Періштелер: «Желден де күшті нәрсе жараттың ба?» деп сұрады. Алла Тағала: «Я, адам баласын жараттым. Егер ол оң қолымен садақа беріп, оны сол қолы көрмейтіндей жасырса, ол одан да күшті» деді. Хазіреті Әлиден, Алла одаған разы болсын, жеткен деректе Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: садақа беруде асығыңдар, өйткені апат садақадан оза алмайды. Әркім жағдайына байланысты садақа береді. Оның нақты бір шектеулі өлшемі де жоқ деуге болады. Дегенмен, садақаның ең төменгі мөлшері ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: жарты құрма болса да беріп, оттан сақтаныңдар. Тақырып пайдалы болса, каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.